Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге еттен жасалған өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын бәліштің рецебімен бөлісемін. Бәлішті жасау үшін барлық заттар бөлме температурасында, яғни жылы болуы қажет. Ең алдымен жылы суға жарты шай қасық тұз және де бір ас қасық қант пен бір шай қасық ашытқыны саламыз. Осының үстіне 50 грамм сұйық май қосып, және де бір жұмыртқаны сары уызынан ақ уызына ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызын осы құрамына құйып, сары уызын бетіне жаққанға алып қаламыз. Барлығын араластырып ерігеннен кейін, оның үстіне алдын ала елеуіштен өткен ұнды салып, вилкамен араластырамыз. Масса қоюланғаннан кейін қолымызбен жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қолға жабысқақ осындай қамыр шығады. Тұндыру үшін бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз. Қамыр көтерілгенше келесі кезекте ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Етті алып жұқалап турап, оны кубиктап, төртбұрыштап турап шығамыз. Бір үлкен картошканы жуып тазалап, оны да төртбұрыштап, кубиктап тураймыз. Және де пиязды да дәл осылай етіп тураймыз. Немесе еттің орнына фарш қосуға да болады. Ұсақтап турап алынған етті ыстық майға қуырып, 10 минуттай бұқтырып алдым. Піскен етті картопқа араластырып, оның үстіне дәміне қарай тұз және бұрышын сеуіп араластырамыз. Келесі кезекте көтеріліп дайын болған қамырды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп, оның астыңғы жағын жайып аламыз. Жайып дайындап алған қамырға салмамызды салып, бір тегісті етіп жайып шығамыз. Бәліштің бетіне салатын қамырды да дәл осылай етіп, жіңішкелеу етіп, оны да оқтаумен жаямыз. Жайып дайындап алған қамырды пирогтың бетіне салып, шет-шетін тегістейміз. Шеті ашылып кетпес үшін бір-біріне жабыстырып, пирог көтеріліп кетпес үшін ортасын тесеміз. Бетін өз қалауымыз бойынша әсемдеп, жұмыртқаның сары уызын жағып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Жұмсақ, хош иісті, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз.